Қазақ баспасөзінің тарихы 1870 жылдан басталды. Сол жылы тұңғыш рет Түркістан уалаятының газетінің алғашқы саны жарық көрді. Бұл басылым қазақ тілінде шыққан тұңғыш мерзімді баспасөздің бірі еді. Ол қазақ қоғамының ой-санасын оятып, халыққа білім мен мәдениеттің жаңа дүниелерін жеткізді. Түркістан уалаяты газеті қазақ журналистикасының алтын қазығы болды. Түркістан уалаяты газеті 1870-1882 жылдар аралығында қазақ баспасөз тарихында ең алғашқы басылымдарының бірі. Ташкент Түркістан генерал-губернаторлығының ресми органы. Газет бетіне тарих, медицина, ғылым, егін шаруашылығы және мал шаруашылығы, антикалық география сынды мақалалар кеңінен таралды және қазақ халқының дүниетанымын кеңінен өріс алды. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі таңда ақпарат өте қарқынды дамудың үстінде. Сонымен қатар көптеген әлеуметтік желілер, радиолар, кинолар, телеарналар осы қазақ журналистикасына өзінің үлкен үлесін қосуда. Бірақ біз ұмытпауымыз қажет. Осыдан 155 жыл бұрын Түркістан уалаяты газетімен қазақ журналистикасының ең алғашқы темір қазығы қағылған болатын. Осылайша қазіргі таңда Түркістан уалаяты ол біздің қазақ журналистикасының барша қазағымыздың асыл қазынасы болып саналады. Ал енді келесі кезекте Төкен Ақбілек әріптесіме сөз беремін. Әріптесім айта кеткендей, Түркістан уалаяты газеті 21 ғасырда да басылып шығып жатса, қазіргі таңдағы негізгі мәселелерді де көтеруге қақар жетер еді. Соған байланысты біз студенттің ойын сұрап көрсек. Егер де бұл газет қазірде басылып жатқан болса, қандай тақырыптарды көтерер еді? Менің ойымша ол түрлі мәселелерді көтеретін еді. Мысалға, әйел құқы, немесе әлеуметтік теңсіздік, тіпті жер мәселесінде көтеретін еді. Бүгін осы басылымды еске ала отырып, қаламын қару еткен, халықтың сөзін сөйлеген тұлғаларға тағзым етеміз. Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы сынды алаш тұлғаларымыздың еңбегі осы күннен бастау алған. Олардың ізімен бүгінгі журналистер, қаламгерлер еріп келеді. Бұл тұлғалар біз үшін үлгі. Түркістан уалаятының газеті қазақ журналистикасының темірқазығы, біз үшін мұра болып қалған газеттердің бірі. Түркістан уалаяты газетінің жарық көргеніне 155 жыл. Бұл басылым қазақ баспасөзінің бастауы, халқымыздың рухани дамуының айнасы. Газет өз дәуірінде ағартушылық міндет атқарып, елдің сана сезімін қалыптастыруға ықпал етті. 155 жылдық тарих, өткенге тағзым, болашаққа аманат. Қазақ баспасөзінің бастауы Түркістан уалаяты газеті.